Түркістан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасына жаңадан Ибега маркалы автоураган автокөлік берілген болатын. Қазіргі таңда осы автокөліктің көмегімен жол ережесін бұзушылар анықталуда. Егерде жол патрульдік полиция қызметкерлері айыппұлдарды төлемеген жүргізушіні анықтау мақсатында қатарынан бірнеше көлікті тоқтату керек болса, бұл іс автоураган арқылы жылдам жүзеге асады. Атап айтсақ, арнайы база айыппұл төлемеген жүргізушілердің көлігінің мемлекеттік нөмірлерін анықтап, полиция қызметкерлеріне хабарлайды. Осы тұста Түркістан қалалық полиция басқармасы қызметкерлері жұмыс атқару барысында сергек камерасына жылдамдықты асырып түскен және автокөліктердің салығын төлеуден жалтарып жүргендерді анықтады. Сонымен қатар полицейлер бір тәулікте 2 Ресей автокөлігін анықтады. Олар сергек камерасына жылдамдықты асырып түскен. Сондай-ақ автокөліктерге 1 миллион теңгеден астам айыппұл түскен. Полиция қызметкерлері осы айыппұлды төлемей жалтарып жүрген 2 Ресей автокөліктер тұратын айып тұраққа жеткізді.